бүгінгі сабаққа қосымша айта қояйын. Негізі өткенде фиқхта өткен сабағымыз. Фиқхтан көп адам келіп жатқан жоқ, сендерді келіп жатқан жоқ деп күтіп жүре бермей айта берейін. Біреулеріңіз білетін шығарсыздар, біреулеріңіз білмейтін шығарсыздар. Харам екіге бөлінеді. Харам ли айнихи және харам ли гойрихи. Ли айнихи дегеніміз Аллахтың тарапынан кәдімгідей тыйым салынып тастаған анық харам нәрселер. Мысалға оған жаңағы шошқаның еті, арақ, тағы не бар? Анық харамға жататын. Мысалға құмар ойын, өсек, біреуді ғайбаттау, ренжіту, лиайнихи харам. Аллахтың тарапынан тыйып тастаған нәрселер. Бақсы деген. Бақсы да. Ал лиғойрихи дегеніміз Аллах қимаған, Аллахтың халал еткен нәрселерін адамдар өзі харам етіп алады. Яғни, мысалға мына шошқаның еті дедік қой, қойдың еті бізге халал ғой, бірақ Аллахтың есімімен аталмаған, немесе тиісті жолымен бауыздалып өлтірілмеген, жаңағы балтамен ұрып өлтіреді, кувалдамен ұрып өлтіреді деген сияқты қойдың еті уже бізге не болады? Харам болады. Қандай жағдайда? Өзіміз шариғаттың шарттарын сақтамаған жағдайда. Мысалға ақшаны бізге Аллах тағала адал етті. Бірақ ақшаны адал еңбекпен, маңдай термен таппай, біздер ұрлап алатын болсақ, немесе оңай жолмен, сондай құмар ойыннан алатын болсақ, ол ақша бізге адал бола ма? Арам болады. Сол сияқты нәрселер лиайнихи және лиғойрихи. Қыздар, видеоны жіберемін группада, келесте уағыз жайларда, отырыстарда осыны міндетті түрде сұраймын. Жаттап алыңыздар.